Достар, сендермен ойнап жатқан Ерасыл, Бекнұр және мен, Ерсұлтан. Бүгін біз асық ойнаймыз. Міне бұл асықтар. Бұл сасымай. Бұл ойында Бекнұр бастайды. Бекнұрда күйіп кетті. Себебі бұл жақта аңшы және тауға тұрды. Кезек менде. Менде күйді. Ерстанада күйіп кетті. Кезек менде. Бұл жерде менде күйген жоқ. Аңшы түссе чек түскендерін аламыз. Ал енді ұтқандарын чет жаққа қоямыз. Ал қалған асықтарды алып соғамыз. Алып соққанда қарамаймыз. Бұл жақта күйіп кетті. Себебі тауға мен ай тұрды. Менде тұрған жоқ. Кезек менде. Бекнұрда да тұрған жоқ. Кезек менде. Менде тұрды. Мен үшеуін аламын. Бұны бітем. Менде тұрды. Біз теңбіз. Сенде қанша асық саны? Жоқ, сен ұттың. Менде төртеу. Менде 6 асық. Онда бірінші ойында мен ұттым. Ал енді екінші ойынды сен бастайсың. Бұл да 3 ойын болады. 3 ойыннан ойнаса болады. Одан да бұл жақта менде күйіп кетті. Кезек менде. Соңғы ойында, егер соңғы ойында тең болсақ, 4-ші ойында бастаймыз. Бұл ойынды жарысы ойнаса да болады. Менде күйген жоқ. Тауға тұрса онда бұқ тұрғандарын алады. Ал енді қалғандарын алып соғады. Алып соққанда қарамаймын. Егер қарап соқсам, ол санамайды. Менде 2 тауға тұрды. 3 тауға тұрды. Мен 3-еуін аламын. Және бір бұқ түскенін алады. Ал енді тағы да алып соғады. Менде тұрған жоқ. Бекнұрда тұрды. Біреуін алады. Ал енді ең соңғысын тауға жағынан аңшы жағына түсіру керек. Менде түсті. Бұл ойында мен жеңдім. Енді соңғы ойын. Соңғы ойынды мен бастаймын. Бұл 3-ші ойын. Ерстан екеуміз тең келе жатырмыз. Бұл жақта күйіп кетті. Кейде Ерстанда. Менде күйген жоқ. Аңшы түссе онда чек түскендерін алады. Басқа шетке қоям ұтқанды. Бұны алып соғамын. Менде екеуі де аңшы түсті. Бұны екеуін де алады. Бұл ойында Ерстан жеңді. Балалар, бұл қазақтың ұлттық ойындары болып саналады. Лайк қоюды ұмытпаңдар. Көп лайк жинасақ, келесі серияны шығарамыз. Сау болыңдар.